Қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге қазіргі уақытта болып жатқан өзгерістер жайлы біраз әңгіме айтқым келеді. Көп адамдар болып жатқан, түсіп жатқан энергияларды қабылдай алмай жүр. Денелерінде ауырлық бар, ауру бар сияқты, простуда сияқты, насмарк деп басымыз ауырды, аяғымыздан жүре алмай жатырмыз. Тағы да басқа симптомдары бар. Бұның бәрі ауру емес, бұл энергияны, біздің денеміз энергияны қабылдай алмай жатыр. Оны қалай кетіруге болады? Аптеканың таблеткасын, уколдарын алып, денемізді блокқа түсіргеннен гөрі өзімізді өзіміз емдеп, өзіміздің ішіміздегі блок болып тұрған энергияларымызды шығарып, ол біздің реніштеріміз, ол біздің обидаларымыз, ол біздің ашу-ызаларымыз, сыртқа шығарылмай қалған қандай да бір непрожитый эмоцияларымыз, соларды шығарып, соларды денемізден алып тастаған кезде біз өзімізді жақсы сезіне бастаймыз. Көбірек таңертең ерте тұру, жүру, табиғатта көп жүру, табиғатпен араласу, жақсы ойлау, сананы өзгерту. Бұл бәрі өзіміздің қолымызда. Біздің өміріміз өзімізге байланысты. Қалай ойлаймыз, жақсы ойлап, жақсы сөйлеп, жақсы сөздер айтатын болсақ, біздің өмірімізде тек жақсылық болады. Ал көп адамдардың санасы уланған, бәрі оларға должны сияқты, анау сөйтпеді, мынау бүйтпеді, мен ғана бәрінен жақсымын, а бәрі жаман деген кезде сол жамандықты өздері тартады. Сондықтан ағайындар, жақсы болайық, біздің қазақтан сөз қалмаған, жақсы айтсаң, жақсы аласың деген, жақсы сөйлейік, жақсы ойлайық, жақсы істер істейік, күлімдеп жүрейік. Бәрі өмірімізде керемет. Көп рахмет айтайық. Осы бүгінгі күн таңертең оянғанымызға, осындай басымызда баспанамыздың барына, ішерге тамағымыздың, киерге киіміміздің барына, денсаулығымыздың, 12 мүшеміздің саулығына, тағы да басқаларға жақсылық айтып, өзімізге не керегін соны тілеп алсақ, соның бәрі біздің өмірімізге келе бастайды. Мен сіздерді жақсы көрем.